Сәлеметсіңдер ме мені сүйікті бүлдіршіндерім? Сәлеметсіз бе, Назигуль апай? Балалар, қалдарың қалай? Жақсы. Көңіл-күйлерің қалай? Тамаша. Жарайсыңдар. Ал қазақшаларың қалай балалар? Жақсы. Бәрекелді. Балалар, бүгін бізге міне әртүрлі асықтар келіп отыр екен қонаққа. Осы асықтардың астында тапсырмалар жасырынған екен. Балалар, біз тапсырмаларды орындауды жақсы көреміз бе? Иә. Не лады? Бұл асықтың түсі қандай екен? Жасыл. Жасыл асық екен. Қане жасыл асықтың астында қандай тапсырма жасалған екен? Қазақстан Республикасының рәміздерін атап беріңдер деп жазып. Балалар, бұл қандай рәміз екен? Болту. Жарайсыңдар балалар. Ал бұл қандай рәміз екен? Бұл лентамба. Дұрыс, өте жақсы. Ал жиылыстарда, салтанатты іс-шараларда біз қандай әніміз шырқайды екенбіз? Әнұран. Әнұран, дұрыс. Ал ең басты қаламыздың атауы қандай екен? Астана. Жарайсыңдар балалар. Ал бұл суретте қандай ғимарат бейнеленген екен? Бәйтерек. Жарайсыңдар, бәрекелді балалар. Ксюша, сенің асығыңның түсі қандай? Сірі асық. Ал Ксюшаның тапсырмасы. Жемістерді ағашқа жина деп жазды. Қане? Жемістерді ағашқа жинаймыз. Бұл Бұл қызыл. қызыл алма. Жарайсың. Бұл қызыл алма. Жақсы. Бұл Сары. сірі лимон. Өте жақсы. Бұл сірі лимон. Жақсы. Бұл Түсі қандай? Сары. сірі алмур. Жарайсың, ақылды қыз екенсің. Бұл қызыл Сары. сірі алмур. Бұл сірі банан. Жарайсың. Мінекей Ксюшамыз өзінің тапсырмасын өте жақсы орындап шықты. Ал Лада, сен қандай асықты таңдап отырсың? Қызыл асық. Керемет, жарайсың. Ал қызыл асықтың астында қандай тапсырма жасырынған екен? Көкөністерді жерге егіңдер деп жазыпты. Қане Лада? Қандай көкөністер? Бұл қызғылт сары сабыз. Жарайсың. Бұл картоп. Өте жақсы. Бұл жасыл қияр. Жарайсың, бәрекелді. Бұл картоп. Бұл Бұл қызыл. қызылша. Неге қой? Жарайсың. Өте ақылды қыз екенсің. Бұл асықтың түсі қандай екен? Көк асық. Балалар, жабайы аңдар қоржынның ішіне жасырынып алған екен. Оларды жұмбақтар арқылы босатып алып шығуымыз керек екен. Сендер босатып алып шығасыңдар ма? Жақсы. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады депті. Ол қандай аң екен? Аю. Жарайсың, Лада, қане аюды босатып алып шығамыз, қане. Лада, жарайсың. Қане Ксюша? Елеңдеп қорқып тұрады, сәбізді жақсы көреді екен. Қоян. Қоян, жарайсың. Қане қоянды босатып алып шығайық. Алып шығайық. Қоянды босатып алып, жарайсың. Төрт аяқты шалғы айға қарап ұлиды екен. Қарны аш жүреді екен. Қасқыр. Қасқыр, керемет, жарайсыңдар. Қане Лада? Босатып алып шыға ғой. Әнекей, қасқырымызды босатып алып шықтық. Керемет, жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да өте керемет орындап шықтыңдар. Бәрекелді.
Лада, біздің қазақ халқымызда ою-өрнектер өте көп қане. Бұл қандай ою екен? Домбыра. Жарайсың. Қошқар? Қошқар мүйіз. Сынық. Сынық мүйіз. Керемет. Түйе табан. Жарайсың. Түйе табан. Ал бұл неге ұқсайды? Гүл. Гүл өсімдіктерге ұқсайды екен, иә? Ал бұл Түйе. түйеге ұқсайды екен. Жарайсың. Қошқар мүйіз. Құс қанаты. Бәрекелді, жарайсың, Лада. Өте жақсы біледі екенсің. Лада, міне саған сыйлық. Қазақшаны өте жақсы екен. Рахмет. Айналайын. Ал қазақ болар деген ертегіні мен Ксюша қызымызға сыйлаймын. Рахмет. Айналайын. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз, Назигуль апай.